Да? Звук нормально, полный неде тұр. Запись кетіп отыр ма? ютубтағы алғашқы шығарылымызды біз болашақ дәрігерлерге, яғни біздің коллегамыз болуды қалайтын студенттерге, оқушыларға арнаймыз деп шештік. Егер сіз медицинаны таңдап жатқан болсаңыз, құттықтаймын. Сіз өте дұрыс жолдасыз. Егер оны өзіңіз таңдасаңыз, әрине ата-анаңыз емес. Атам қазақ айтады, өмірде екі заты дұрыс таңдау керек. Біріншісі өмірлік жолдас болса, екіншісі әрине мамандық. Медицина мамандықтарының элитасы былай айтқанда. Не үшін олай айтып тұрмын? Өйткені психология адамның жанын емдесе, медицина жанымен қоса тәнін емдейді. Жаңа айтқан мақалымда көп адам дұрыс түсінбей, немесе оның мәніне бармай, балаларына ата-анасы өзі таңдап береді медицинаны. Оның кесірі не болады? Бала университетке түседі, оқуын жалғастырады, бірақ оқуын қаншалықты қиын екендігін көріп, оқуын тастап шығып кетуі мүмкін. Оған не үшін айтып тұрмын? Бірінші курста осы 2022 жылда 30 студент өзінің қалауымен оқудан шығып кеткен. Оған не себеп деп ойлайсыздар? Медицинаға түсуден алдын білу керек болған мамандықтар тізімін сіздермен бөлісе кетейін. Медицинада 6 түрлі мамандық бар. Олардың біріншісі жалпы медицина, яғни общая медицина деп айтады. Оқу ұзақтығы 6 жыл, 5+1, яғни 5 жыл бакалавр, 1 жыл интернатура. Егер сіз көздің дәрігері, яғни офтальмолог, немесе хирург болуды қаласаңыз, немесе құлақтың дәрігері, лор болуды қаласаңыздар, міндетті түрде осы 6 жылдық оқу, яғни жалпы медицинаны бітіруіңіз талап етіледі. Резидентура 2 жыл мен 4 жылдың арасını қамтиды. Мысалға айтатын болсақ, лор дәрігері 3 жыл резидентурада оқиды, соны бітіріп шыққан соң, міндетті түрде лор хирург не болмаса, поликлиникада отыратын лор врач болып отыруға болады. Ол әрине құлақ дәрігер, немесе көз дәрігерін айналатын болсақ, это офтальмологтар. Оларда тоже 3 жыл оқу барысы болады. Хирургтарға келетін болсақ, оларда тоже самый 3 жыл. Әрине бұл резидентураның саласын келесі видеоларда айтып отыратын боламын. Жалпы медицинаға гранттар саны өте көп. Ал егер грантқа түсілмей қалған күннің өзіне платный оқуға болады. Грантты бірақ міндетті түрде 3 жыл отработка жасауларыңыз керек. 5 жыл бакалаврды оқып болған соң сіздер врач болмайсыздар. Міндетті түрде резидентураны оқу керек. 5 жыл дипломмен не істеуге болады? Медсестра болуға болады, медбрат болып жұмыс істеуге болады, не болмаса колледжде сабақ беруге болады. Егер шустрит ете алатын болсаңыздар, университеттерде тоже сабақ беруге болады. Әрине медицинаның теориялық сабақтары салалары бойынша. Ал 6 курстан соң сіздер ВОП болып отыруларыңызға болады. Не болмаса 6 курста оқып отырған кезде, яғни ол врач интерн деп айтылады. Врачтар оқып кетіп жатқан кезде сіздер поликлиникаларда ВОП болып отыруларыңызға болады. Оны ешкім сіздерге шектемейді, ешкім сіздерге жоқ демейді. Әрине өздеріңізге байланысты барлығы. Грант отработкасы 3 жыл, ол міндетті түрде, егер сіз резидентураға түсіп кететін болсаңыз, яғни узкий специалистке түсетін болсаңыздар, грант тоқтатылады, яғни грант отработка жасамайсыз, ал есесіне резидентураның грант отработка жасайсыздар. Бұл айтатын болсақ, мысал келтіретін болсақ, лор дәрігері болып шығу үшін сіздер 5 жыл бакалавр, 1 жыл интернатура, 3 жыл резидентура оқуларыңыз керек болады. Яғни жалпы 9 жыл. 9 жыл есілгенмен ол уақыт өте тез өтеді. Ал егер сіз жолыңыз болмай, грантқа түсе алмай қалсаңыз, еш уайымдаудың қажеті жоқ. Жағдайыңыз жетіп тұрса, платный оқуларыңызға болады. Платныйдың бір плюс жағы, сіз оқу бітірген соң 3 жыл отработка жасауыңыз қажет емес. Есесіне стипендияда ала алмайсыз. Ал егер өзіңіз сенімді болсаңыз, бірінші курста платныйға түсіп, бірінші семестрден соң GPA-іңізді 3/50-ден жоғары жабатын болсаңыз, мамандықты ата-анасы таңдап берген студенттер өздерінің гранттарын тасып шығып кететін болса, орнына грант алуларыңызға болады. Мысалға, осы жыл жаңа айтып өттім, 30 студент гранттан шықты, 30 платный оқушы қайтадан грантқа келді. Оның ешқандай қиын жері жоқ. Екіншісі, әрине ол балалар дәрігері, яғни педиатрлар. Педиатрияны оқу 5+1, яғни 5 жыл бакалавр, 1 жыл интернатура. 2022 жылдан бастап, 21 жылдан бастап жалпы медицина, соның қасында педиатрия деген мамандық ашылған, до этого болмаған. Ал жалпы медицинаға сіз түсіп қойдыңыз, 4-5 курсқа дейін келдіңіз да, и сіз педиатрияға қызықтыңыз.
сол кезде сіз не істейсіз? Қайттан бірінші курсты оқып отырудың қажеті жоқ. Интернатураға ауысатын кезде сіз қайттан бірінші курсынан, яғни интернатураның бірінші курсынан педиатрияға түсетін болсаңыздар, 6-шы курста уже сіз педиатр дәрігері болып бітіріп шығасыздар. Яғни қолдарыңызда педиатр деген диплом болады. Сондықтан еш уайымдаудың қажеті жоқ. Грант саны өте жақсы бөлінеді, яғни платныйда тоже самый. Ал платныйдың ақшасы жыл сайын өзгеріп отырады. Оны мен қазір сіздерге көрсететін боламын. Мына жерге шығарып қоямыз. Енді ең нелі приколный жерлері. 3-ші мамандық ол ақшаматология. Ойнап айтам, яғни стоматология. Ақшаматология. Ойнап айтам, яғни стоматология. Стоматология дегеніміз ол әрине өздеріңіз білесіздер, тіс дәрігері. Адамға Құдай 2 құлақ берген болса, тістен 32-сін берген. Түсініп тұрсыздар ғой, қаншалықты маңызды мамандық екендігін. Әрине ақшаматология деп қалжыңдасып айтамыз, бәрі стоматологтар ой ақша ғой деп, на самом деле оларда өте үлкен сұранысқа ие дәрігерлер. Адам тісі ауырса және жыныс жолдарына патология болатын болса, еш ойланбастан дәрігерге жүгінеді. Ал құлағы ауырып жүрсе, не болмаса гастрит болатын болса, асқазан ауырып жүретін болса, қазақпыз ғой деп жүре береді. Сондықтан востребованный мамандықтардың бірі, соның есебіне конкуренцияда былай айтқанда бешеный өте жоғары, түсу де өте қиын, платный ақысы да общий медицина педиатрияға қарағанда чуть қымбаттау. Оны тоже қазір сіздерге көрсетіп қоятын боламыз. Бір плюс жағы, оқу ұзақтығы 6 жыл. 6 жылды бітіріп шыққан соң сіздер резидентураға түсемін, не болмаса ординатураға түсемін деп отырудың қажеті жоқ. Әрине жұмыс жасауды қаласаңыз, кез келген клиникаға барып стоматолог, врач болып жұмыс жасауларыңызға болады. Сонымен қоса, егер пысық болатын болсаңыздар, өздеріңізге сенімді болатын болсаңыздар, 2-ші курстан бастап наставник тауып алып, соның қасында ассистент болып жүріп, 4-ші, 5-ші курсқа келгенде кез келген клиникада өзіңіз врач болып, кәдімгі пациент қабылдауларыңызға болады. Ал стоматологтар жайлы толық ақпаратты келесі видеоларымызда подкаст ретінде нағыз өзінің жұмысын тапқан стоматологпен жүргізетін боламыз. Сол жерде өзіңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. 4-шісі фармация, яғни дәрі-дәрмектермен жұмыс жасайтын маман. Ұзақтығы 5 жыл. Грант саны өте жақсы. Қазіргі 21-ші ғасырда фармацевтика саласы өте қатты дамып жатқандықтан, бұл салаға да талпыныс, яғни талап күшейіп жатыр. Фармацевтиканы бітіріп шыққаннан соң сіздер фармацевт болып жұмыс жасай аласыздар. Яғни аптекаларда бастапқысында не болмаса фарм компанияларға кіріп, кәдімгі препараттармен жұмыс жасайтын производствода жұмыс жасауыңызға болады. Не болмаса фармацевтик болмаймын, немесе фарма компанияда жұмыс жасамаймын дейтін болсаңыз, әрине бизнес саласына деген қызығыңыз болатын болса, фарма бизнесі, яғни аптекалар ашу, ол әрине өте жақсы. Өйткені қазір препараттың түрі көп, ауырып жатқан адам көп. Соған сай препараттарында препараттарға да талап өте жоғары. 5-шісі қоғамдық денсаулық сақтау, яғни общественное здравоохранение, ОЗ деп айтылады. Оқу ұзақтығы 4 жыл, грантқа түсу өте жақсы. Бұл айтқанда 80% грант, қаласа 20% ол платниктар оқуы мүмкін, бірақ көбінесе грантта оқиды. Оны бітіріп шыққан адамдар кім болып жұмыс жасайды? Оны бітіріп шыққан адамдар СЭС болады, яғни санэпидстанцияда қазақшасы қандай? Қазақшасын білмеймін. СЭС болып жұмыс жасауға болады. Не болмаса микробиология кафедраларында врач-бактериолог болып, не болмаса стационарларда врач-статист, немесе врач-эпидемиолог болып жұмыс жасауға болады. Сонымен қоса департаменттерде жұмыс жасауға болады, министерстволарда жұмыс жасауға болады. Былай айтқанда мамандық таңдау ондай қатты қиын емес. Алдағы уақытта жұмыс тауып кетуде ондай қатты қиын болмайды. Жалақысы, нәпақысы өте жақсы. 6-шысы мейіргерлік ісі. Сіз бұл мамандықты бітіріп шыққан соң, қолыңызда бакалавр медсестрасы деген диплом болатын болса, поликлиникаларға барып, сіз қарапайым медсестра болып отырмайсыз, бірден старший медсестра лауазымына тағайындаласыздар. Егер әрине бос орын болса, не болмаса спрос болса. Сонымен қоса поликлиникаларда старший медсестра
жұмысын атқара аласыздар, не болмаса главный медсестра дәрежесіне дейін көтерілуге болады. Оқу ұзақтығы 4 жыл. Түсі өте жақсы, ондай қатты қиын деп айта алмаймын. Но бұл салаға в основном после колледж, яғни колледжді бітірген қарапайым медсестралар тапсырады. Оларға бір плюс жағы оқуы 4 жыл емес, 2 жыл оқитын болады. Ал болашақ коллегалар, пайдалы болды деген ойдамын сіздерге. Егер видео ұнайтын болса, менің каналыма жазылып қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта медицина жайлы қысқаша ішінен көрсетіп, тек теория жағынан емес, практикалық тұрғыдан да ақпараттар беруге тырысамын. Қандай больницада қандай орындар бар, қай салаға баруға болады, 5-ші курстан соң, то есть 6-ші курстан соң қай резидентуралық бағыты сізге ұнайды, оның бәрін таңдауға көмектесеміз өзіміз. Сонымен қоса подкасттар түсіріп отырамыз. Құдай қаласа әртүрлі саладағы врачтармен, не болмаса өзіңізден үлкен студент, резиденттермен бірге пайдалы болғанымызға қуаныштымыз.